Eselim sizlerмен бірге мен Ербол. Бүгін сіздермен бірге Майнкрафтта тауық ферма салатын боламыз, достар. Мен былай қояйын. Былай осылай тұра берсін, так бізге ол үшін стекло керек и керек. Ондан балым ондай. Так, осылай бүйтіп қоя берейік. Мынаған кіреміз. Бұндай сәт жоқ. Біздерге мына бір воронка деген зат керек. Сөйтіп мына сундук керек бізге. И газ. Так, сөйтіп тауықтың мейі керек. Мейік болғаннан кейін мынау ғой. Короче, Германияда оны тауық шақырып болды, дән алып алып деп келіп. Ол үшін көп уақыт кетеді, бұл да Германия емес, сол үшін соғып тастайын дедім. Так, демек біз ол үшін бірінші сундукты былай деп қоямыз. Мына екі воронка. Sonra оны өзіңіз білесіз, егер үлкен істейтін болсаңыз, былай қарасыз. Ау, Қытайынан көрсетейін басса, Қытайын осылай деп тұрып бар ғой. Мынаны алса деп тастайсыз. Егер өзіңіз Қытайын істейтін болсаңыз. Осылай өсіп істеп тастайсыз, достар. Кішкенесі керек болса, и тауықты мынаның ішіне қамап, мынаның үстінде жауып тастайсыз. Егер де кішкене емес, үлкен қора саламан дейтін болсаңыз, былай. Бұдан үлкен саламан деп алсаңыз, мынаған басамыз и осылай. Так, міне, біздің қорамыз бұдан да үлкен болады, достар. Осының үшін мынаған қоямын и үлкен осылай тауық түсетіндей етіп. Так, әнекет бақасындырып тұрайық. Осылай. Тауық ферма болғанда болғандай. Тауық көбейтеді емес, тауық не қылатын ондай. Не десем болады? Тауықтың мейіктерін өзі жинап, ана сундукке салып қояды, достарына ішіне кіріп, теріп, тауық шығып кетті, ол кейін даймен қайтадан шақырып жүріп, ондай деген жоқ. Так, осылай қоямыз. И мына мүйшілені сындырып жіберсек болады, бірақ сындырмай қойған. Так, біздер байына үстін жауып аламыз. Өзіңіз білесіз, енді бұның кішкене вариантты соқсаңыздан болады, үлкен вариантты соқсаңыздан болады. Бірақ қазір бір жат айтып кетемін, осы түсе болайын. Мына жерге от деп тауықтарды шығарып тастаймыз ғой. Бір жерге шығамыз. Осылай шығарып тастаймыз, барлығын. Вот, достар. И үстін деп жауып тастаймыз. Осылай, егер сіз Германияда істейтін болсаңыз, осылай жауасыздар да. И біріне ашық қалдырып қойасыз, осындай тесік. Өйткені тауық ішінде азайып қалса, өліп қалса, сондай бір зат болса, короче, ішіне кіріп, или тауық шақыратын түседі. И аналар мейік тұрса, мен аған прямо түсе береді. Так, енді күтеміз бе әлде? Күткеннен пайда жоқ шығар. Так. Туңе. Мешім қайда? Қорқытып тастайын. Мен. Так. Қазір мешті аламыз. Маған көріңіз ба? Крил боласыз кешке, крил. Ё-моё. Сар, короче, сөйт туады бұлар. Осыдан тұрса прямо түсе берді. Айтпақшы, достар, құрған кезде мұнай сундукты бұлай деп қойдыңыз ғой. Одан кейін мұнан алып бұлайны деп жерге басуға болмайды, бұлайны деп жерге басуға. Өйткені ол құрғы осының ішіне жиналып тұра береді. Сіз бұлайны деп сундукке басуыңыз керек, бұлайны. Сундукке. Қараң мені. Астына қараң мені. Асты қайлып тұрды. Ал мынаған кесе қайлып тұрған жоқ, көріңіз бе? Қайлып тұрған надан мынаған өтеді, надан сен мынаған өтеді, сол қайлып тұрса. Егер осылай айтатын болсаңыз, бұлайна басасыз да, бұлайна. Одан бұлайна деп істесеңіз болады.
Bir-birine жалғанып тұру керек қой, проводтай болып. Кішкене вариантын осындай етіп шықсаңыз болады. Так, аналар мек тұрды ма екен? Әлі кешке кіріл шеберек. Так. Не деген безделен тауқар ұямайым. Соның ішінен ше, 40-тан көп тауық бар шығар мынаның ішінде. Соның біреу тумаған ба елі? Әлі азайтайын ба ішінде тауық. Ой, бай, ана жерін ашып қоймайым. Қараңыз, өлтіремін ғой. Затлар ананың ішіне түседі. Так, осылай азайта берейік. Өл давай, өл. Так, достар, мен кітай азайттым ішіне тауықты. Міне осылай түсе береді сіздерге, ананың ішіне тұрған мәйек. Анау бәрі осының ішіне түсе береді, достар. Вот. Осылай. Террористер, мен ода осы видео аяқталды. Видео сіздерге ұнаған болса, лайктарыңызды басып жіберіңіздер, каналға жазылыңыздар. Егер жазылмаған болсаңыздар, колокольчикті басып қойыңыздар, өйткені сонда сіздерге бірінші болып менің видеом келеді. Так что давайте.